Қазақстанда өндірілетін уранның 20% Өскеменде өңделеді. Қалғаны шикізат күйінде шетел асып жатыр. Сондықтан химиялық элементті толық циклда өңдеу өндірісін жеделдетіп қолға алған жөн. Шымкентте ғалымдар осылай дейді. Оған қоса уранды өндіру кезінде бөлінетін ванадий, скандий және литий секілді бағалы металдар өндірісі де жолға қойылады. Халима Сартаева 20 жылдан бері уран өндірісін зерттеумен айналысып келеді. Химиялық элемент көмір мен газға қарағанда әлдеқайда тиімді, әрі қоршаған ортаға залалы жоқ деп отыр. Өйткені радиоактивті химиялық элемент толық жанып кетеді. Әлемде мұнай қорының азаюына байланысты дамыған елдер баламалы қуат көзіне көшіп жатыр. Осы тұрғыдан алып қарағанда ядролық кластер құру арқылы болашаққа жол ашамыз дейді ғалым. 2023 жылы біздің Қазақстан уран өндірісі бойынша 47% уранмен әлемді қамтамасыз етті. Бұл өте үлкен нәрсе. Өзімізде уран болып тұрып, біз уранды отын ретінде атом электростанциясына пайдалануымыз қажет. Неге? Себебі уран өндірісінің, уранның бөлінген энергиясы кәдімгі отыннан, кәдімгі газдан, кәдімгі мұнайдан миллион есе артық. Мысалы, 100 килограмм көмірдің берілген энергиясы 1 килограмм уранға тең келеді. Ол 1 миллион 1010 килокалория энергия болады. Елімізде 2017 жылы уран өндірудің ең тиімді әрі экологиялық зияны жоқ жерасты ұңғымалы шаймалау әдісі енгізілді. Түркістан облысындағы барлаудан өткен 26 кен орны толықтай осы жүйемен жұмыс істейді. Яғни бетпақ дала төсіндегі 1,5 мыңға жуық ұңғыма жаңа технологияға негізделген. Шикізат жеткілікті, ғылыми база қалыптасқан, технология бар. Тек өндірісті өркендету керек. Өндіріспен уранды алған кезде онымен тағы қосалқы металдар бар. Редкоземельный металдарды алуға болады. Уранның бағасын төмендету үшін тасымал жүйесін азайту керек. Түркістан облысы болмаса Жамбыл облысынан үлкен соны өңдейтін переработка салуға болады деп ойлаймын. Қазақстанда барланған уран қорының көлемі 625 мың тонна, ал жалпы қор шамамен 785 мың тоннадай. Бізге әлемдегі уранның 12% тиесілі. Бұл көрсеткіш бойынша еліміз дүние жүзінде 2-ші орында тұр. Жылына шамамен 23 мың тоннадай өнім өндіріледі. Химиялық элементті толық өңдеу, ядролық кластермен қатар жасыл экономиканы қатар дамытуға мүмкіндік береді дейді қазақстандық ғалымдар. Қанат Жүнісбек, Жібек Жолы, Шымкенттен.